ақыл кеңес беру мақсатында қолданылатын тұрақты сөз тіркестері. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен қазақ тілінде ақыл кеңес беру мақсатында қолданылатын тұрақты сөз тіркестерімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бірінші сөз тіркесі көзіңе қара. Абайла деген мағынаны білдіреді. Тікелей мағынасына үңілсек, адам өз көзіне өзі қарай алмайды. Көзіңді аш. Көзді ашуға ешқандай қатысы жоқ, сананы ашу, сананы дамыту деген мағынаны білдіреді. Көз жазып қалма. Жолыңнан адасып кетпе деген мағынаға саяды. Құлағыңды түр. Есті әңгіме айтылғанда, ойыңа түй деген мағынаны білдіреді. Көзіңді сал. Назар аудар, мән беріп қара деген мағынаны білдіреді. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.